Отбасы дегеніміз не? Бұл туралы әркімнің өз пікірі бар. Алайда әр жанұяны жылытып тұратын бұл махаббат екені айтпаса да түсінікті. Номер 3 Бескөл орта мектебі бұл білім мен тәрбиенің ғана ордасы емес, сонымен қатар ашылғалы бір жылдың ішінде саналы оқушылар мен білікті мұғалімдердің үлкен жанұясына айналғаны анық. Әсіресе дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Алдияр Мейрамұлы мен математика пәнінің мұғалімі Эльмира Ахлидиновна үшін биылғы жыл ерекше болды. Екі жүрек бір-бірін тауып, жас жанұя өмірге келді. Бір-біріңізбен қалай таныстыңыздар? Когда первый раз друг друга видели в школе, на втором этаже, получается, возле учительского, метод кабинет, там друг друга увидели. Вот, в своем бездельном уже так просто внимание друг друга обращали, видели друг друга, здоровались. А так уже, когда начали общаться, это вот на 8 марта. Кім және қалай бірінші болып сезімін білдірді? Сезім бірінші болып әрине жігіт білдіреді ғой. Алдияр білдірді. Жанұя құрған соң өмірлеріңізде қандай өзгерістер болды? Ну, я думаю, изменения произошли в лучшую сторону. Я стал более собранный, как уже конкретно уже вперед смотришь, будущее уже серьезно. Более взрослые планы, как дом, семья, работа, стабильность. Бір отбасы болғаннан кейін әрі қарай әркімнің мінезі шығып жатады деп бір-бірімен, бізде ондай болған жоқ. Таныстық кезінде қандай болдық әлі де дәл сондай. Бір-біріңізді қалай еркелетесіздер? Сөз келе береді ғой еркелеткен кезде. Жаным деп еркелетемін, күйеуім деп көп айтамын, солай еркелетемін. Ал жұмыста ше? Жұмыста жоқ. Жұмыстың аты жұмыс қой. Жұмыста бір-бірімізді көргенде өтіп кетеміз. Әріптес ретінде қараймыз, иә. На работе как официально тебя ведем. По имени, отчеству обращаемся друг к другу. Отбасы күнінде қандай тілек тілер едіңіздер? На день семьи хочу пожелать всем, кто создал семьи, у кого уже есть семьи. Главное здоровье, счастье, семейного благополучия. Отбасы күнінде барлық отбасыларға амандық тілеймін. Отбасылары аман болсын, ең бастысы берік болсын. Әрбір жанұяда тек қана шаттық болсын, балалардың күлкісі естіліп тұратын болсын. Первый раз, когда в школу пришел я, в мыслях такого не было, чтобы, например, встретить любовь свою. Были мысли совсем о другом, там, устроиться на работу, дальше больше, как стабильности, обустроиться. И вот в этой школе, как я благодарен этой школе, что встретил здесь свою любовь. Осы мектепке жаңадан ашылған кезде барлығымыз жаңадан келдік. Басында ойлар болды, қандай болады, ортамыз қандай болады деген сияқты өте жақсы коллективіміз өте керемет. Барлығымен жақсы тіл табысып кеттік, бірақ соның өзінде біраз менде қиындықтар болды. Сол кезде бізде бүкіл завуштар, директорымыз жан-жақтан қолдап солай жүрді. Енді махаббатты кездестірем деп енді ешкім ойламайды ғой. Мен ойлағам, осы жылы мен осы бір жыл жұмыс істеймін де сосын кетемін деп. Осылай өз жанұямды осы жерде құрып, осы мектепте қалдым. Ол үшін Алдиярға үлкен рахмет. Ол да бір себеп қой. Құрметті достар, көріп отырғандарыңыздай жаңа мектебіміз жас отбасының құрылуына себепкер болды. Біз өз тарапымыздан Алдияр Мейрамұлы мен Эльмира Ахлидиновнаға шаңырақтың шаттығын тілейміз. Бағдарламаны әзірлеген Эльмира Балтабек арнайы мектеп телестудиясы үшін келесі кездескенше қош сау болыңыздар.